Қазіргі таңда хит болып жатқан милка тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Ең алдымен жұмыртқамен қантты жақсылап 2-3 есе ұлғайғанға дейін миксерлеп алатын боламыз. Кемінде 10 минут миксерлеуіміз керек. Менікі үлкен, әрқайсысы 70-75 грамм шығатын жұмыртқа болғандықтан 5 дана қостым. Егер жұмыртқаларыңыз орташа көлемде болатын болса, онда 6 қосасыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай масса болғанға дейін миксерлейтін боламыз. Одан кейін сұйық майымызды, сүтімізді құйып, лопатканың көмегімен сағат тілімен жай араластыратын боламыз. Құрғақ ингредиенттеріміз какао ұнтағы, қопсытқыш, сонымен қатар ұнды да дәл сол тәсілмен аз-аздан салып араластыратын боламыз. Осылайша қызып тұрған пеште 150 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мен газдың пешінде пісірдім. Ал енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін салқын 500 грамм сливкеге 300 грамм қантымызды қосып миксерлейтін боламыз. Қою масса болғанға дейін. Осындай қою масса болғанға дейін араластырамыз. Бұдан артық араласып кетсе, біздің сливкеміз іріп кететін болады. Сол себепті уақытылы тоқтату керекпіз. Бисквиттеріміз суығаннан кейін осылайша кесіп аламыз. Қаласаңыз үлкенірек, егер тарелкаңыз кішірек болса, кішірек етіп кессеңіздер болады. Қанша жерден ауырып тұрсам да сіздер үшін түсірген видео рецептімді бағалап, лайк, комментарий қалдырып кетуді, сонымен қатар қазақша контентті қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Шоколадты осылайынан мен сияқты қасықпен немесе кондитерлік пакетке құйып алып, өздеріңізге ыңғайлы тәсілмен құйып шықсаңыздар болады. Біздің үйдегілер шоколадты онша ұнатпайтын болғандықтан мен бетіне шоколадты аздап қостым. Негізінде шоколад көп болып, пирогтың соңына дейін ағып, пирогтың кремінің бетін полностью толығымен жауып тұру керек. Менде осы рецептен дәл осындай милка торттарының 4 данасы шықты. Дайын болған торттарда міндетті түрде бір түнге немесе бір күнге тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Себебі бұл тоңазытқышта қанша көп тұрса, сонша дәмді болады. Қазіргі таңда бұл хит милка торттары магазиндерде 2,5-3 мың теңгеден сатылуда. Енді сіз де бұл торттардың рецептісін білесіз. Сол себепті отбасыңызға, балаларыңызға, жақындарыңызға жасап беруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ал енді менің еңбегімді бағалап, каналға тіркеліп, өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер.